Ассаламу алейкум, алдарыңызда кезекті қорабашу. Бүгін де осында қысқаша сумкалардың қатары келген, соларға бейне шалып өтеміз. Біріншісі әуелгісі осы әйелдердің сумкасы. Осындай қоңырма, ақшыл қоңыр түсті болып келген. Тор материал. Түсі өзі бір атақты бір брендовый сумкаларға ұқсап тұр түрі. Жалпы ішінде бауы бар, жалпы қысқаша не ұстайтын несі бар. Екі сырмадан тұратын әйелдердің сумкесі бұл бір. Енді екіншісі бұл кішкентай жаңағы балдарға арналған сумкалардың қатары. Детский сумка дейді ғой, бүлдіршіндерге. Тура сондай жаңағыдай розовый сумка келіпті. Динозаврдың суреті бар екен. Кішкентай қызым алдырғанбыз. Бұда да бір сырмамен тұрады. Осындай құлақшындары, құлақ сияқты бірдеңелер, қайырма нелер бар. Бұдан кейін бауы бар, бауы тарылды. Осындай бұл кішкентай қыздарға қазір сумка көрсетемін, ашып. Міне, іші де кең. Майда іші де солай беруге болады. Бұл екіншісі сумканың қатары, үшінші сумка енді өтеміз. Ал енді үшінші сумка бізде бұл пакет дш сабағы дейді, физкультураға барған кезде балдарыңыз, қыздарыңыз пакет ұстап жүргеннен гөрі осындай жаңағы натяжной бау тартпаған несі бар, жаңағы сумка. Бұл пакет есебінде жүретін сумка, бірақ пакет емес, материал кәдімгі замогымен, сырмасымен тартылады. Ішіне майда ішінде маталы болған аяқ киім болсын, бәрін сала берсеңіз болады. Жалпы жақсы дизайн. Қысқаша бейне шолу ұнаса, арнамызға тіркеліп, міндетті түрде кейін барып пікір қалдыруды ұмытпаймыз.